Наурыз мерекесін тойлатып бітсек, наурыз және наурыз жұмыскер туралы ипотеканы ұмытпайық. 2025 жылы кім үй алғысы келеді, кімде планда бар, және оған ұзақ пландаудың да қажет жоқ шығар, потому что 2024 пен 2025 жылды салыстырған кезде почти барлық ЖК-да барлық нәрсе зат үстте кәдімгі үстемақы қосылып қымбаттап кеткен. Сондықтан да лучше осы 2025-те қалайда алып қалуға тырысу керек та выход, потому что 2026 мен 2025-тің ценасын сіз уже келесі жылы салыстыра алмайсыз. Қазір көптеген ипотекалар болып жатыр. 5 марттан наурыз, 17 марттан наурыз жұмыскер бағдарламалары ипотекалық ашылып құжат қабылдап жатыр. Наурыз бағдарламасына сіз онлайн, наурыз жұмыскерге офлайн тапсырасыз. Наурыз жұмыскерге жұмыс күні отбасы банктің жұмыс уақытында барып, офлайн өзіңіз документ апарып тапсырасыз, ал наурыз бағдарламасына онлайн түрде депозитіңізден заявка жібересіз. Ол 31 мартқа дейін ғана құжат қабылданады. Санаулы күндер ғана қалды. Наурыз бағдарламасымен Алматы, Астана қалаларынан 36 миллионға дейінгі үйді ала аласыз, басқа Қазақстанның басқа қалаларынан қатысушылар только 30 миллионға дейінгі көлемдегі үйді ала алады. Сосын отаудан тағы бір ерекшелігі наурыз бағдарламасының ол сіз егер чистовой үй алатын болсаңыз, сіз ол квартираның 10% ғана құясыз. Алматы қаласында эксклюзив құрылыс, шебер групп, строительный компаниялар чистовой береді квартираларды. Сосын экопарк Алатау, Алматы деген ЖК-лар тоже чистовой беріледі. Егер қателеспесем, сіз солардан квартира таңдасаңыз, сіз квартира стоимостының 10% ғана құясыз. Сосын наурыз бағдарламасының тағы бір ерекшелігі әлеуметтік статусы бар адамдар, жаңағы кезекте кезет арқылы үйге кезекте тұрған кісілер осы наурыздан өтіп алатын болсаңыз, мысалы шаңырақты күтеді, бақытты отбасын күтеді, олардың өзінің очерді көп. Олар жылына бір рет болады. Мысалы, санаулы ғана квартира жылдар бойы сіз ілін алмай жүрсеңіз, сіз наурызға қатысатын болсаңыз, сіз 7%-пен сізге беріледі. Әлеуметтік осал топтар бұл наурыз бағдарламасына 7%-пенен алады кредитті. Сондықтан да сосын наурыз бағдарламасына сіз онлайн заявка бересіз ғой, сіздің және сіздің күйеуіңіздің атында үй жоқ дегенді мемлекет және банк өздері онлайн тексереді. Оны тексеруге 3 күн кетеді. Сондықтан да 31 мартқа дейін сіздің санаулы күніңіз қалды. Бірінші заявка бересіз, үйді тексергеннен кейін атыңызда анықтама жоқ деген, үй жоқ деген ответ келгеннен кейін жалғастырып, подписать етіп 3 күннен кейін ғана жібере аласыз.